Бүгінгі біздің әңгімеміз Мұқан Қаған мен Естемей Қаған туралы. Түріктердің ел ханы, ең жоғарғы хандары Бомын дүниеден өткеннен кейін, оның баласы аз уақыт тақта отырып, ол да өзінің ауылының салдарынан бір жылдан кейін қайтыс болды. Олардан кейін таққа Мұқан хан отырды. Бірақ ол ағасының, әкесінің інісі Естемейді қатар ұстады. Естемей сұлтанды ол Түрік империясының батыс жағын басқаруға рұқсат береді, өзі шығыста қалды. Оның ордасы Орхон өзенінің бойында орналасқан. Ал Мұқан Қаған ол Түрік империясының мынау Византияның территориясына шейін, шекарасына шейін жеткізді. Қазіргі біздің Қазақстанның территориясы түгел кірді. Каспийдің солтүстік жағы, Қара теңіздің солтүстік жағы, Босфор. Сонымен батыс қағанат өзінің территориясын Византияның шекарасына шейін жеткізді. Босфор бұғазына шейін деп айтуға болады. Түрік империясымен Қытай империясы ғана емес, Рим империясы да есептесті. Иран, Персия. Сондай үлкен белгілі сол уақыттағы үкіметтер, мемлекеттер, елдер. Олармен елшілікпен араласа бастады. Рим империясы, Византия, Иран, Қытай деген сияқты. Бұлар өздерінің бабалары Көкбөрі Ашинаның туын жоғары көтерді. Көк тудың ортасына Көкбөрінің бас суретін алтынмен жалатып тұр. Мынау Византиядан келген елші өзінің қолжазбасында қалдырған. Мынау Мұқанның Қағанына келгенде Орхон өзенінің бойындағы Ектау деген жерде соларда қағанат тұрған ортасы. Сонда жазады. Үлкен, бүгін бірінші рет үлкен шатырда болған. Онда қағанын қабылдаған, қағанның алтын тақта отырған, оның жанындағы отырған адамдардың бәрі де сондай жақсы жібек киімдермен, жақсы қару-жарақпен алтыны көптігін айтады. Келесі күні басқа шатырда бізді қабылдады дейді. Онда да сондай жағдай. Сонда көрдік, қандай алтыннан неше түрлі заттар істелген. Ондай заттар Европада да жоқ сол кезінде дейді. Өйткені өте жоғарғы өнермен істелген құйма заттар, алтыннан құйған, темірден, алмас қылыштар, қару-жарақ, аттың үстіне салатын әбзелдер. Оның барлығы Түрік қағанатының сол кездегі байлығын көрсетеді. Соны Византияның елшісі уақытында жазып кеткен. Ол кезінде түрік тайпалары мынау темірді жақсы қорыталды. Темірден неше түрлі құралдар, саймандар жасады. Олар қару-жарақ жасады. Оның үстіне әскерлердің басына киетін дұғла, кеудесіне киетін щит, сосын аттың да үсті темірмен түгел қапталған, жауынгердің өзі денелері түгел сондай киімдермен темірден жасаған қапталған
сол кездегі үлкен металлургияның түрік тайпаларының арасындағы үлкен биік деңгейде тұрғанын айтады. Бұл енді Византияның қолжазбаларында қалған, Қытайлардың қолжазбаларында қалған. Ол кезінде түріктерге бататын ешқандай ел болған жоқ. Олар өздерінің территориясын, империяның шығыста мынау Сары теңіз дейді, Корей елінен бастап, батыста Византияға шейін. Солтүстікте мынау Байқал, ол енді Байкөл деген сөзден шығады, Байкөл. Ал оңтүстігінде Тянь-Шаньмен шекаралас жатты. Bir жағында Иран, bir жағында Византия, Рим империясы. Сол кезіндегі құрлықтың, дүние жүзіндегі құрлықтың 1/3 алып жатты. Түрік империясының территория, өте үлкен территория болды. Олардың барлығы да сол кезінде түрік тілінде сөйледі. Түрік тілінде сөйлегенде оның қыпшақ диалектісінде сөйледі. Енді түрік тілі екі диалектке бөлінеді. Ол Оғыз диалектісі, қыпшақ диалектісі. Сол кезінде Алтай мен Дунайдың арасы, или Сары теңіз бен Қара теңіздің арасы, күллі ел түрік империясы болып есептелді. Олардың көбісі түрік тілінде, оның ішінде қыпшақ диалектісімен сөйлеген бізге белгілі. Бұл Қытай қолжазбаларында, Византия и парсы елдерінде жазылған қолжазбаларында. 570 жылдары Мұқан Қаған Қытай империясына жорық жасайды. Ол кезінде Қытай екіге бөлінген империясы. Өздерімен бірі соғысып, бірін жаңағыдай осалдатқан уақытта. Соны пайдаланып, түрік империясы, или Мұқан Қаған, соны пайдаланып, Қытайға жорық жасап, көп жерін өзіне қаратты. Сонда Қытайлар жазады, түріктер жорыққа шыққан уақытында әртүрлі соғыс ережелерін, соғыс тәжірибелерін қолданады. Олар өмірде бір жерде тұрып соғыспайды, олар жүріп, шауып жүріп соғысады. Олар колоннаға тұрып, кәдімгі классический методпен соғыспайды, олар шашырап соғысады. Одан кейін барып, шегінген болып, қайтадан қарсы шығып, қоршап алып, өзінің қарсыласын жойып жібереді. Сондай соғыс әдістерін қолданудың арқасында екінші олардың жауынгерлері, сарбаздары өте сондай жақсы қаруланған, үстеріндегі дулыға, кеуделеріндегі жаңағыдай щит бәрі де темірден жасалған, соның арқасында оларға қарсы келетін сол уақытында ешқандай армия болған жоқ дейді. Міне осындай үлкен жағдайға түрік қағанатын келтірген Мұқан Қаған 572 жылы қайтыс болады. Бірақ ол қайтқанға шейін түрік империясын өте жоғары дәрежеге шығарып кетті. Оның артынан мына бастағанда айтқанымызды, ол өзінің әкесінің інісін Естеме Қағанды тірі кезінде Қақан деп атаған. Қаған деген ол өзімен қатар дәрежеде деген сөз. Естеме Қаған, ол да Мұқан Қағаннан кейін түрік империясын одан да жоғары көтерді. Бірақ көп ұзамай болды қайтыс болады. Содан басталып
576 жылдан басталып түрік қағанаты екі жаққа бөліне бастайды. Біреуі Естеменің балалары, Естемен қағанның қалғандары Мұқан қағанның балалары. Сол арада екі жақ таққа таласу, екіге бөліну, содан кейін барып түрік қағанатын әлсірете бастады. Ол туралы енді қазір жалғасын тыңдайсыздар.